Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді ыстық тағамның бірі қазан кебаптың жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, жегенге жұп-жұмсақ болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанға сұйық майды құйып қыздырып аламыз. Сұйық майды жеткілікті етіп құямыз, аз болып қалмауы керек. Сонан соң картопты салып, қызартып қуырып аламыз. Сіздерде картоп майда болса, бөлмей-ақ пайдалана берсеңіздер болады. Мендегі картоп ірі болғандықтан видеодағыдай бөліп алдым. Картопты жуып тазалағаннан кейін міндетті түрде құрғатып аламыз. Мен барлығын қағаз майлықпен сүртіп алдым. Қызарып қуырылған картопты бөлек ыдысқа салып қоямыз. Картоптың барлығын қызартып қуырып алдым. Келесі кезекте осы картоп қуырылған майға етті қызартып қуыратын боламыз. Етті қатты ұсақты іріде қылмай орташа бөлікте бөліп алдым. Достар, менің каналымда басқа да ыстық тағамдардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Қызарып қуырылған етті бөлек ыдысқа саламыз. Сонан соң қазандағы сұйық майдың артығын басқа ыдысқа құйып аламыз. Енді бізге сұйық май көп қажет емес. Сұйық майдан аз ғана қалдырамыз. Осы кезде қазанның астын жай отқа қоямыз. Қазанға ең алдымен қуырылған етті саламыз. Дәмдеуіштерді ыдысқа салып дайындап алдым. Дәмдеуіштерді алдын ала араластырып аламыз. Сонан соң дәмдеуіштерді етке қалауынша салып араластырамыз. Келесі жасайтынымыз картопты саламыз. Картоптың үстіне дәміне қарай дәмдеуіштерді саламыз. Қайнап тұрған судан аз ғана құямыз, көп құймаймыз. Қақпағын жауып, ең жай отта 1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Піскенше, яғни 1,5 сағатқа дейін қақпағын ашпаймыз. Мінекей достар, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын қазан кебап тағамы дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін тағамды сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.